Сәуір болмай тәуір болмас деп болжайтын қазақ дәл осы айдағы 10 күндікті бес қонақ деп атаған. Оны сәуірдің 8-іне кіріп 18-іне шығады деп есептеген. Десе де 5-6 күн әрі-бері ауытқуы мүмкін. Дәл осы күндері табиғат тосын мінез көрсетеді. Қарлы жаңбыр не бірыңғай жауын жауады. Күн күрт суып, қыс қайта оралғандай болады. Бұрынғылар бес қонақта күн райы бұзылып, жаңбырлатып қарлатса, жақсылыққа жорыған. Демек, алдағы жаз жақсы болады. Егер бес қонақ тыныш өтсе, жаз айы жан мен малға жайлы бола қоймайды. Қазақ халқы бес қонақты кездейсоқ күндер емес, ерекше мәні бар, қасиетті уақыт деп санаған. Бұл күндері табиғат оянып, толыққанды көктем келеді деген келер жылға дайындық кезеңі ретінде бағаланған. Бұл күндері үлкен жұмыстар істемей, тыныштық сақтауға тырысқан.